Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Кунхам шекарадағы арал атты фильмге шолу жасаймыз. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде аралдағы Хасима түрмесінен еріксіз ұсталғандар еркіндікке ұмтылуда. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Фильм шынайы өмір желісімен делінген түсініктемеден бастау алады. Ақ-қара түсті бейнемен араларында балалар бар шахтерлар лифтімен төмен түсуде. Оқиға 1944 жылы көмір шахтасы бар Хасима немесе Кунхам аралында орын алады. Шахта жолдары су астымен орналасқан. Баланың бірін кішкене қуыста жұмыс істетіп қойғанда қабырғадан су өтіп, теңіз суы ішкен еді. Қорыққан бала сыртқа шығады. Сыртта күзетші оны соққыға жығып, қайта ішке кіргізеді. Амалы қалмаған бала ішке еніп, қиранды астында қалып мерт болады. Кейін шахтерлар қаза тапқандарды еске алып жатқанда, 3 бала қашуды жоспарлап жүреді. Олар күзет шамынан жасырынып көше бойымен келеді. Кәрізге бастар жолдың құлпысын бұзған балалар ағаш бағандарды қолдарын алады. Бірақ соңғысы кәрізге кіріп үлгермейді. Оны күзетшілер байқап қалып атып тастайды. Қалған екеуі кәріз құбыры арқылы теңізге түсіп, ағаш бағанға жабысып Нагасакиге бет алады. Оларды қашқындарды ұстайтын қайық байқап қалады. Бірақ оларды қайыққа көтергілері келмейді. Жеңілі оларды батып кетті деу, ал сияқы онсыз да қалталарында. Қайықтағылар қашқындарға тор лақтырып, артқа Хасимаға сүйреп кетеді. Оқиға Кореядағы оркестр жетекшісі Ганнокқа ауысады. Ол серіктестермен қатар қызы Сохимен бірге кореялық азаматтарды әскерге жіберу салтанатында өнер көрсетеді. Салтанатты жиын жоғарғы шенді адамның полициямен келген жерінен үзіледі. Олар бұл шенеуліктің әйелмен қарым-қатынас құрып жүрген дирижерді іздеуде. Бірақ Ганнок қашып үлгереді. Кейін досының үйінде бой тазалап жүріп, әрі қарай қалай өмір сүруге болатынын талқылайды. Досы оған Жапонияға жұмысқа баруды ұсынады. Соғысқа байланысты заводтарда жұмыс істеуге көптеген кореялықтар баруда. Ал жұмысқа орналасуына көмек ретінде жергілікті прокурордан мінездеме жаздырып бере аламын дейді. 1945 жылдың басында Ганнок қызын ертіп оркестрдің мүшелерімен бірге Жапонияға аттанады. Сапар кезінде бұрын баскесер болған жолаушының бірі төбелес шығарады. Оларды ажыратуға жапон әскерлері су шашуымен қатар батыл әйел Мальньон араласады. Олар құрлыққа келе салысымен жолаушыларды вагондарға тиейді. Мінездеме барлығында бар болып шығып, аяқ астында қалып ешкімге көмектеспейді. Олардың барлығын кемеге тиеп Хасима аралына жөнелтеді. Жол бойында кемеге қайық келіп, бас кейіпкердің қызымен қоса басқа елдерді әскерилер тиеп жібереді. Қарсылық білдіргендерді соққыға жығады. Әйелдерді пайдалану үшін аурулары жоқтығын тексереді. Кен орнында жаңадан келгендердің заттарын алып тексерістен өткізеді. Ганнок оларға жұмысшы емес, музыкант екенін айтады. Олар музыкант екендерін дәлелдеу үшін бірнеше композиция орындайды. Бірақ бұл да көмектеспейді. Оларды барлығымен бірге дезинфекциядан өткізеді. Содан кейін тұрақтарына орналастырады. Жергілікті тәртіппен таныстырғаннан кейін жаңадан келгендерді жуындыру үшін ортақ моншаға апарады. Бұл жерде бұрынғы баскесер өзі кәріс болса да кәрістерді басқарып жүрген адаммен қақтығысады. Жапондықтарға бұндай самурай айқасы көңілді көрініп араласпайды. Баскесер жеңіп шығып, жергілікті кәрістердің басшысы атанады. Оркестр оны қолда бар заттарымен музыка ойнатып құттықтайды. Сол уақытта жезөкшелер үйінде жаңадан келгендерге баға беру үшін алғашқы тұтынушылар келеді. Оларға тіпті кішкене Сохиді алып келеді. Музыка қосылғанда қыз бұл әнді оркестрмен айтқанын айтып билей бастайды. Басшылық таспаның бетінде қызы мен әкесі бейнеленгенін білгенде, кейіпкерді оркестр мен шахтадан көңіл көтеру жұмысын алдыртады. Енді олар жапон басшылығы үшін ән салады. Сол уақытта Кореяда мықты солдаттың біріне тапсырма береді. Ол жапондықтар шахтада ұстап отырған маңызды адам Ион мырзаны құтқару керек. Сол уақытта шахталардың бірінде апат орын алады. Алдымен газ құбырынан газ кетеді. Содан кейін рельс бойымен ауыр арба төмен сырғып кетеді. Арба аударылып кеткенде жұмысшылармен қатар шам жағылған электр тоғын жұлып кетеді. Электр тоғынан шыққан от газға жетіп жарылыс болады. Басшылыққа болған оқиғаны жеткізгенде өте қатты ашуланады. Ол басқа шахталарды аман алып қалу үшін шығар жерді жарып бекітуді бұйырады. Бірақ шығып үлгермеген жұмысшылар іште қалып қояды. Жарылыстан кейін Ион мырза іште қалып қойған анықталады. Ал оның амандығы тек кәрістерге ғана емес, сонымен қатар жапондықтарға да маңызды. Тірі қалғандар жарылғыш арқылы екінші шахтаға өтіп кетеді. Ион басқалармен бірге аман қалған. Бұны директор жоғарғы жақтағы басшылыққа хабарлайды. Содан кейін Ион мырза кәрістер жіберген солдатпен жолығады. Олар қашуды жоспарлайды. Жезөкшелер үйінде баскесер Мальньонды құтқарып, жеке бөлмеде тілдеседі.
Әйел оған кәрістер жапон әскеріне құлдыққа сатқанын айтып, өмірі жайлы айтады. Сол уақытта Ганок шахта басшысымен сөйлеседі. Ол Ганоктың қызын қауіпсіздігі үшін басшысына асырап алуға жібермекші. Ал музыкантты күзетпен жақсы тіл табысқаны үшін қашу жоспарына пайдаланбақшы. Ол ақы ретінде Ионмен бірге қыз екеуін алып шығуды талап етеді. Барлығы келісілгеннен кейін дирижер жоспарды орындауға кіріседі. Алдымен телеграф поштасының кілтінің көшірмесін жасау керек. Бұл үшін Ганок байланысын іске қосып, кілттің бейнесін түсіріп алып, көшірмесін алдыртады. Сол түні солдат байланысқа хат жібереді. Ол Ион екеуі қашуға дайын, ал музыкант пен қызы жайлы ештеңе айтпайды. Байланысшы оған кеме 2 күннен кейін таңғы 5-те болатынын жеткізеді. Ион мен солдат қашуға дайындалғанда, музыкант олардың алдап кеткенін түсінеді. Ол түн жарымда қызына қарай бет алады. Олар күтіп тұрғанда, солдат Ионды жапондықтарға жаулау үшін көмектесіп жүрсің деп айыптайды. Ганок қызымен келгенде солдат қаруын шығарады. Артынан Ионның қорғаушысы келіп қызды кепілге алады. Сол сәтте Америка әуе күштері аралға шабуыл жасай бастайды. Барлығы жан-жаққа қашып айқайлауда. Қарулы күзет бірнеше кәрістерді атып бункерге тығылып қалады. Өрттің арасында солдат пен Ион атысады. Содан кейін шал есеп қисабын оқып сатқын екенін біліп қойған қорғаушысын өлтіреді. Ганок пен қызы бұл жағдайдың куәсі болады. Директордың орынбасары америкалықтар жаңа бомба мен Хиросиманы жермен жексен еткенін біледі. Адамдар жеткіліксіз болғандықтан көмек келмейді. Демек олар соғыста жеңілудің алдында тұр. Жарылыстың арты жұмысшылар арасындағы тәртіпсіздіктерге алып келеді. Біреулері өздерін үйіне қайтаруын талап етсе, екіншілері адам өлтіру мен зорлықпен айналысады. Тіпті басшылық тауысады, орынбасар директордың көзін құртады. Ганок Ион мырза атып тастаған солдатты тауып жасырады. Сол уақытта жапон қызының өлімі күзетке сылтау болады. Енді күзетке кәрістерді ұстау үшін өте қатал әрекеттерге баруға болады. Бұл іске қатысы бар адамның бірі кім істегенін білем деп кезінде өші қалған баскесерге жала жабады. Оны барлығын мойындату үшін қинайды. Жаңа басшы жақсылап артын тазалайды. Ол айғақ болатын қағаздарды өртеп, Ион мырзамен қашу жоспарын құрады. Бірақ аралдан қашпас бұрын әскери қылмыстың куәсі болған кәрістерден құтылу керек. Басшы олардың барлығын шахтаға кіргізіп жарып жібермекші. Бұл әңгімені жасырынып жүрген солдат естіп тұрады. Ион жұмысшылардың алдына шығып әдемі сөйлей бастайды. Әңгіменің төркіні шахтаға қарсылықсыз түсу. Оның сөзін бәрін естіген солдат бөледі. Ганок солдатқа қосылып жарылыс болған түні не болғанын, әрі Ион жұмысшылардың ақысын өзіне алып, есептеп жүрген есеп қисабы жайлы барлығын айтып береді. Талқының соңы өліммен аяқталады. Солдат сатқынның тамағын орып жібереді. Бұрынғы басшыларынан айырылған жұмысшылар қашуды жоспарлайды. Олардың ойлары болашақтағы отандары секілді екіге бөлінеді. Бірақ қашқысы келетіндер көбірек болып шығады. Ал қалғысы келгендерді өздерін жапондықтарға уақытынан бұрын ұстап бермес үшін байлап тастайды. Топтың басы баскесерді ұстап отырған жапондықтардың көзін құртып, оны босатады. Сол уақытта солдат қашу жоспарымен бөліседі. Адамдарға көмір тиелген кемеге жету керек. Бірінші топ кемені басып алып жатқанда баскесер жолдастарымен қарсылыққа дайындалып жатады. 400 адам қашатын болса, оларды міндетті түрде көріп қояды. Сол себепті қарсылық көрсету керек. Ганок жеңіл жүрісті қыздармен күзетті алдар қатып жатқанда, солдат жолдастарымен олардың көздерін құртады. Кемеге кіру дайындығы басталады. Тұтқын жұмысшылар белгіні күтуде. Топтың алдын қарт адамдар мен әйелдер және балалар бастайды. Олар көпірмен өтіп жүк тиеу бөлігімен түседі. Қалған адамдар күзетті алдар қату үшін аралдың екінші бөлігінде орналасқан қойманы өртеп тастайды. Бірақ жоспар іске аспайды. Жапондар қашқындарды байқап қалады. Атыс басталып, қарбалас орын алады. Жұмысшылар осал көпірге жапа тармағай жабысуда. Көпшілік төмен түсетін арқанға жабысқанда арқан үзіліп кетеді. Баскесердің тобы күзетшілермен атысқа түседі. Сол арада адамдар салмағына шыдамаған кемеге кіретін көпірде құлап кетеді. Директордың орынбасарына бұл жағдай жағып кетеді. Өйткені барлық кәрістерді өлтіруге себеп табылды. Солай ескертусіз атыс басталады. Жерде жатқан көпірді Ганок көпшілік көмегімен жоғары көтереді. Оққа ұшқандар орнына басқа адамдар келіп тұрып, көпірдің бөлігін қабырғаға көтеріп тірейді. Бұны іске асыру үшін тіпті жапон туын ортасынан бөлуге тура келеді. Жұмысшылар кемеге жету әрекетімен әлек болып жатқанда әскердің оқтары бітеді. Жұмысшы ер адамдар олармен қолды-қол айқасқа түседі. Бірақ күш тең емес, адамдар қарқынды түрде мерт болуда.
Қашқындар қабырғадан теңіз суына секіруде. Қызымен бірге қабырғадан шықпақ болған Ганок жараланып жерге құлайды. Орынбасар оны өлтірмек болғанда оғы таусылып қалады. Ол музыкантқа қылышын ала жүгіргенде кішкене қыз оған жағармай жағылған бөтелкені лақтырып өртеп жібереді. Орынбасар өртке орануда. Оның азабын қылышымен шауып түсірген солдат тоқтатады. Бұл ұрыстың соңы болады. Басшыларынан айырылған жапон әскері қаруларын түсіріп жұмысшыларды босатып жібереді. Кемеде отырған жаралы Ганок солдаттан елге жетісімен қызына көптен бері армандап жүрген қант салынған көжесін алып беруін сұрайды. Музыкант қызынан ән айтуын сұрайды, бірақ оны тыңдап үлгермей қайтыс болады. Бұл 1945 жылы 9 тамызда болады. Кемедегілер Нагасаки қаласы орналасқан тараптан үлкен қанды саңырауқұлақ көтерілгенін байқайды. Оның жанында қалған әлем түссіз болып кеткендей кадр ақ-қара түске боялады. Тек жарылыстың түсі бар. Фильм жылап тұрған қыз көрерменнің жанына қарап тұрғандай кейіпті аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.